Діннің атынан, пайғамбардың атынан сөйлеу деген сондай қауіпті нәрсе негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деген? Кімде-кім мен айтпаған нәрсені айтты дейтін болса, өзіне тозақтан орын дайындай берсін деген. Оған қоса бізде Қазақстанда кез келген адам уағыз айта алмайды. Интернетте тем более. Ол үшін сіз не муфтиятқа тіркелу керексіз, не мешітте имам болу керексіз, ұстаз болу керексіз. Сіз тіпті егер Нұр Мүбарак оқып жүрген бір студент болсаңыз, Нұр Мүбарак бітірген студент болсаңыз да, медресе оқыған кісі болсаңыз да, қари болсаңыз да, шетелдегі ең мықты университеттерді бітіріп келсеңіз да, дінтанудан, исламтанудан, сіз уағыз айта алмайды екенсіз бізде Қазақстанда. Егер уағыз айтатын болсаңыздар, қандай мәзһаб, қандай ақида ұстанбасаңыз, штраф салып жіберу мүмкін. 490 бап бар, міне астына жазып жіберемін, сол бапты қарап шықсаңыз болады. Штрафы 25 МРП. 108 мың теңге штраф салып жіберу мүмкін сізге. Сондықтан уағыз айтуға болмайды. Тамам.